Қайырлы күн. Бүгін 7-ші сыныптың 39-шы параграф есептерін шығаратын боламыз. Ең бірінші есеп 39-1. Бұл жерде осы тепе-теңдікті пайдаланып берілген бөлшектердің қосындысы түрінде жазуымыз керек. Ал бастайық. Ең біріншісінде бөлімінде бізде x болады. 2a қосылған x b. Келесі, мына жерде 4y 2a квадрат қосылған деп тұр. Мына жерде 5a 4y. Енді бұл жерде бізде қысқартуға болады. 2 мен 4 қысқарады. Сонда a квадрат қалса, мына жерде 2y қалады. Плюс 5a бөлінген 4y. Келесі үшіншісінде бөлімінде 2y болса, алымында x квадрат болады. Қосылған 6y квадрат бөлімінде 2xy болады. Бұл жерде де қысқарады. Сонда x квадрат пен x қысқарады. 6 мен 2 қысқарады. Y пен y қысқарады. Y квадрат пен y қысқарады. Сонда мына жерде x квадраттан x азайтқан кезде x қалады. Сонда алымында x болса, бөлімінде 2y қалады. Қосылған мына жерде бізде 3 қалды, және де y қалды. Y квадрат y пен қысқарып кетті. Сонда x төртіншісінде бұл жерде 12a квадрат бөлімінде 6ay қосылған y куб бөлімінде 6ay. Енді бұл жерде қысқарады. 12 мен 6 қысқарады. a квадрат пен a қысқарады. Мына жерде y куб пен y қысқарады. Сонда жауабы бізде мына жерде 2 қалады. a квадраттан a ғана қалады. 6 жойылып кетті, a жойылып кетті, y қалды. Қосылған мына жерде y кубтан y квадрат қалады. Себебі y мына жерде, мына y-де дәрежесі 1. 3-тен 1-ді азайтқан кезде 2 болады. Енді 6a. Бұл жерде 2a квадрат бөлімінде 3ay куб минус 3y куб бөлімінде 3ay куб. Енді бұл жерде қысқаратын сандар бар. a квадрат пен a қысқарады. Y куб пен y куб қысқарып кетеді, вообще жойылып кетеді. 3 пен 3 жойылып кетеді. Сонда мына жерде бізде 2 қалды, бөлімінде 3y куб қалды. Мына жерде a қалыпты, жазып кеттім. a квадрат пен a қысқартқан кезде a қалады екен. Минус, мына жерде 3 пен 3 қысқарды, значит бізде 1 ғана қалды. 1, және де бөлімінде бізде a қалды. Келесі алтыншысында 12a квадрат бөлімінде 8ay куб қосылған y-тің 4 дәрежесі бөлінген 8ay-тің кубы қосылған 5y бөлінген 8ay куб. Енді қысқаратын сандарға назар аударайық. Бұл жерде 12 мен 8 қысқарады. 12 мен 8 бізде 4-ке қысқарады. Мына жерде
y-тің 4 дәрежесімен y-тің кубы қысқарады, және де y пен y куб қысқарады. 3 қалады, қасында a қалады. Мына жерде еще a квадрат бар екен, және де a бар екен. Бөлімінде y-тің кубы болады. Мына жерде жағына y қалды, және де 8a қосылған. Мына жерде 5 қалды. Бөлімінде 8a y квадрат қалды. Осыдан шығады. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментарияға сұрақтар қойыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Әрине де сіздер толығымен жазып қойыңыздар, қандай есеп, қай жерінде қателескенімді, немесе қай жерде сіздерде сұрақ туындағанын жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Келесі есеп 39-да екінші есеп. Бұл жерде 39-да бірінші есепке ұқсас, бірақ керісінше, яғни бөлшектерді қосынды орындаңдар деген. Біз білеміз, бөлшектердің бөлімдері бірдей болса, мысалға мына жерде 5 пен 5, олар бөлімдері, яғни олар бірдей болып тұр. Онда ортақ бөлім сол бөлшектің бөлігі болады, яғни түсінбей жатсаңыздар, міне осылай болады. Дәл солай 5 болып қалады, міне. Және де x қосылған y болады. Болды. Келесі екіншісінде мына жерде 4 a қосылған b. Мына жерде солай y a қосылған 2a. Бірақ бұл жерде бізде a-ның алдында, біз білеміз, мынау a-ның алдында көрінбейтін бір бар. Яғни бірге 2-ні қосқан кезде 3 болады, қасында a бар. Міне y. Бұл жерде 3a бөл 5b квадрат қосылған 13b квадрат. Енді 5 пен 13-ті қосқан кезде 18, қасында b квадрат болып қалады. Және де 3a, бұл жерде қысқарады, 18 бен 3 1 және 6 болады. Сонда 6b квадрат болса, мына жерінде a ғана болады. Келесі мына жерде 19 және де x қосылған y қосылған 2x. Яғни айтқанымдай x-тің алдында көрінбейтін бір бар. Сонда мына жерде 19 болса, мына жерде 3x болады, қосылған y болады. Келесі мына жерде ауызша шығара салайық, минус x қосылған x бізде 0 болады, яғни 2s болып қалады, және де 2b болып қалады. Осылайдан шығарамыз. Егер түсінбей жатсаңыздар, толығымен қай жерді түсінбедіңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі есеп бұл жерде 39-да үшінші есеп. Бұл жерде амалдарды орындаңдар деген. Ал бастайық. Ең бірінші біз бөлімін қойып алайық. Және де 17 минус 12 x минус 10 болады. Бұл жерде 17 минус 10 бізде 7 x-тімді кетіппін. Және де минус 12x болады. Осылай жаяғына x болып қалады. Келесі екіншісінде 3π квадрат 12p минус 1 минус 1. Мына жерде минус пен плюс болған кезде минус қайнап кетеді. Сонда 3p. Енді 12p минус 3p бізде минус 1 болған кезде минус 2 болады. 3p квадрат. Үшіншісінде 5y 6y минус 3 минус y минус
2 болады. Бұл жерде минус пен плюс минусқа айналып кетеді айтқандай. Енді 6y минус y бізде 5y минус 3 пен минус 2 минус 5-ке айналады. Бөлімінде 5y болады. Төртіншісінде 6 қалдырамыз. b минус 3a минус пен минус бізде плюс айналады. 2b тең 5b плюс 2b бізде 7b болса, қасында 3 6 болады. Бұл жерде қысқармайды. Келесі 5-шісінде 7y 5y минус 3 минус 3y минус 2 тең 7y. Мына жерде 5y минус 3y бізде 2y болады. Минус 3 минус 2 болған кезде минус 5 болып қалады. 6-шысында 14x 11x минус 5 плюс 3x минус 2. Енді 11x плюс 3x бізде 14x болады. Минус 5 пен минус 2 минус 7 болады. Енді бізде 7-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек, мына жерде 2x қалады, яғни 7-ні 2x-ке өткен кезде бәрібірде 14x болады. Минус 1 болады. Жақын жақ боламыз, ал бөлімін дәл солай қалдырамыз. 14x. Енді 7 мен 14 қысқарады, мына жерде 2 қалады. 2x минус 1 бөлімінде 2x болады. 7-шісінде бөлімі 10y болады. 7y минус 13 минус 2y минус пен плюс минус қайнал кетеді, 3 болады. Тең 10y 7y минус 2y бізде минус 13 пен минус 3 болған кезде минус 18 болып кетеді. Минус 13 пен минус 3 болған кезде минус 16 болып кетеді. Сонда қысқаратын бізде y болады. Сонда бұл жерде жай ғана y қалса, мына жерде 2y болады. 8-шісінде 6s алымында 8s қосылған 25 қосылған 5 минус 2s болады. Сонда 8s минус 2s бізде 6s болады. 25 қосылған 5 плюс 30 болады. Бөлімінде 6s тең. 6-ны біз жақшаның сыртына шығара салсақ болады. 6s қосылған, мына жерде 30 болу үшін 6-ны біз 5-ке көбейтуіміз керек. Бөлімінде дәл сол 6s болады. Енді қысқаратын өздеріңіз біліп тұрсыздар. 6 және де 6 қалды s плюс 5 бөлімінде s. Келесі есеп 39-да 4-ші есеп. Бұл жерде амалдарды орындаңдар деген. Ал бастайық. Көріп тұрғандай бұл жерде бөлімі бірдей 5π. Сразу ауызша шығарып тастайын. 3π минус 2π бізде π қалады жағына. Пиға пиді қосқан кезде 2π болады. Келесі минус q минус 6q болған кезде минус 7q болады. Және де мына жерде минус 4q болып тұр. Минус 7q минус 4q шығады 11q минус 11q. 11q шығады. Келесі екіншісінде
5c минус 2d минус 3d плюс d. Мына жерде минус плюс пен минус бізде минусқа айналып кетеді, сонда минус 5c болады. 4s болады. Тең. Енді бұл жерде қысқаратын сандары бар. 5s және де минус 5s. Минус 2d минус 3d бізде минус 5d болады. Және де плюс d мен минус 4d болады. Бөлімінде 4s қалады. Мына жерде бізде 4 пен 4 қысқарады, сонда минус ds болады. Келесі үшіншісінде бұл жерде 2a минус 1 минус пен минус бізде плюс айналып кетеді. Мына жерде минус пен минус 6a және де плюс пен 13 минус 8a және де b болады. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Бізде 2a 6a минус 8a қысқарып кетеді. Сонда қалған бізде минус 1 плюс 13 бізде шығады 12 саны бөлімінде b. Төртіншісінде 4b минус 2 минус 2b плюс 1 болады. Плюс 1 болады. Сонда 5b болады. Тең. Енді 4b минус 2b бізде 2b болады. Оны жазып алайық. Қасына минус 2. Мына жерде 1 қосылып 2 минус 2 плюс 2-ні қосқан кезде жойылып кетеді. Сонда 5b болады. Мұнда b мен b-ді қысқартып тастауға болады. Сонда 2 5 болады. 5-тен 2 болады. 7y минус 5 минус 10y. Мына жерде минус пен минус плюс айналып кетеді. Сонда 19 болады. Мына жерде плюс 10 минус 15y. Бөлімінде 12y. Қысқаратын сандары жоқ. 7y минус 10y минус 3y минус 3y минус 15y болған кезде минус 18y болады. Енді сандар минус 5 плюс 19 болған кезде он төртке 10 қосқан кезде 24 болады. Бөлімінде 12y. Тең. Енді бұл жерде бізде 6-ны жақтан сыртына шығарып тастасақ, минус 3 болады. Плюс мен мына жерде 18-дің қасына y-ді жазуға ұмытып кетіптім. Y. Сонда мына жерде де y болады. Енді 24 болу үшін 6-ны біз 4-ке көбейтуіміз керек. Бөлімінде 12y болады. Енді қысқартамыз. Сонда 6 мен 12 қысқарады. Сонда минус 3y плюс 4 болып кетеді. Ал бөлімінде 6y болады. Қателесіп кеттім, 2y болады. Алтыншысында 11a минус 2b плюс 2a минус мына жерде 3b болады. Минус a плюс b болады. Сонда 2a. Енді 11аға 2аны қосқан кезде 13а болады. 13адан минус аны азайтқан кезде 12a. Енді минус 2b минус 3b болған кезде минус 5b болады. Сонда минус 4b болады. Бөлімінде 2a. Тең. Бізде 12a мен 2a қысқарып кетеді. Сонда бұл жерде a болады. Мына жерде
6а минус 4b болады. Бұл жерде де 39-да 4-ші есепте сіздерде сұрақ болып жатса, комментарияға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Әрине толығымен жазып кетіңіздер сұрақтарыңызды.